Сәлеметсіздер ме, менің кішкентай ғана балақайларым. Бүгінгі видеода мен сіздерге алфавитті жаттатуды үйретемін. Әсіресе мектеп жасына жақындаған кезде балалар, мектеп алды тобына барған кезде балалар алфавит жаттауда қиналады. Біздің қазақ ата-бабамыз баланы әлдимен өсірген. Осы әлдидің әуеніне сала отырып, мен сіздерге бүгін алфавитті оңай және тез жаттауға үйретемін, балақайлар. Кәне, бастайық. А, Ә, Б, В, Г, Ғ, Д, И, Ё, Ж, З, И, қысқа, И, К, Қ, Л, М, Н, О, Ү, П, Р, С, Т, У, О, Ү, Ф, Х, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, айыру белгісі, жіңішке белгісі, я. Міне балақайлар, сонымен қатар алфавитті жаттаумен қатар әртүрлі алфавит жаттауда қызықты ойындар бар екен. Кім қырағы деген ойын бар екен. Сол ойындарды пайдалану арқылы алфавитті тағы да жаттау жолдарын үйреткім келеді. Әсіресе ата-аналарға, әріптестеріме кеңес берер едім осыны пайдалануға өз сабақтарында. Ал балалар, қазір мен сендерге мынандай тыйым беремін. Кім дұрыс табады, соған мынандай тыйым беремін. Кәне, мен сұраймын, сендер жауап беріңдер. Бірінші, Ерасыл баста. Л. Жарайсың, мағой. Қалижан. О. Ондық. Жарайсың, мағой. Ерасыл. Н. Көмектеспейміз. Қалижан. Д. Ду. Жарайсың. Ерасыл. Ш. Ш. Өте жақсы. Дұрыс, біріншісін дұрыс көрсеттің ғой. Қалижан. Т. Таспаққа. Ерасыл көрсетіп қойды. Қалижан Т таспаққа деп ойланғанша. Келесі Ж. Кәне балалар, Ж. Атпай. Ерасыл айта ғой, Ж. Жоқ, шатасты. Қалижан көмектесе ғой. Жарайсың. Ә. Дұрыс, Қалижанның кезегі болған. Жарайсың, Қалижан. Ғ. Жарайсың, Қалижан. Ерасылдың кезегі болған бірақ, е? Так, балалар, өте жақсы. Мағой, Қалижан, жарайсың. Так, Л. Дұрыс. Так, С. Қалижан. С. Ерасыл білесің ба? Көмектесе ғой. С. Ұмытып қалдық па? Жарайсың, өте жақсы. Балақай, алфавитті әндете отырып жаттасаң, сен әріптердің барлығын тез-ақ жаттап аласың. Және де мынадай қызықты ойындарды ойнауды ұмытпа. Келесі сабақта кездескенше сау бол, балақай.